Көп салалы жоғарғы болашақ колледжі анатомия физиология пәні дәрістің тақырыбы зәр шығару жүйесі. Жоспарымыз: кіріспе, негізгі бөлім, бүйректің, несеп ағардың, қуықтың анатомиялық құрылысы, зәр шығару физиологиясы және қорытынды. Зәр шығару жүйесінің қызметі қанды сүзу және несепті қалдық жанама өнім ретінде жасау. Зәр шығару жүйесінің мүшелеріне бүйрек, несеп ағар, қуық, несеп шығарушы өзек жатады. Бүйрек және зәр шығару жүйелері денеге несеп нәр деп аталатын сұйық қалдықтарды тазартуға көмектеседі. Жалпы зәр шығару жүйесін біз зәр түзуші мүше және зәрді шығарушы мүше деп екіге бөліп қарастырамыз. Оның ішінде зәр түзуші мүше ол бүйрек. Бүйрек үрме бұршақ пішінді жұп мүше. Бүйректің жоғарғысында эндокрин бездері, қыртыс және ми қабатынан тұратын бүйрек үсті бездері орналасқан. Бүйректің салмағы шамамен 150 граммды құрайды, сырты қоңырқай түсті қабаттан ішкі бозғылт түсті ми затынан тұрады. Бүйрек сонымен қоса ішкі қабатынан қыртысты заттан, бүйрек пирамидаларынан және бүйрек тостағаншаларынан тұрады. Мына суретте көріп отырғандарыңыз бұл бүйректің ішкі құрылысы. Бүйрек артериясы арқылы қанмен қамтамасыз етіледі. Бүйректі құрайтын негізгі жасушалар олар нефрондар. Нефрон бүйректің негізгі қызметін атқаратын бірлігі болып табылады. Бүйректе 1 миллиондай нефрон болады. Нефрон капсуладан капиллялар түйірінен және иілген өзекшеден тұрады. Нефронда қаннан зиянды заттар, артық су, тұз, дәрумендер шығарылады. Одан кейін несеп ағар. Бүйрек түбегінен басталып, құрсақ қуысының бел аумағы арқылы жамбас қуысындағы қуыққа дейін созылатын түтікті мүше. Ол құрсақ қуысындағы қысқа қатпарға ілініп, оның бүйір қабырғасында орналасады. Несеп ағардың қызметі ол зәрді қуыққа өткізу. Қуық зәрдің уақытша жиналып тұратын мүшесі. Ол жамбас қуысында шат сүйегінің артында орналасқан. Ерлердің қуық артында несеп ағар мен тікішек және шәует көпіршіктері жанаса жатады. Қуық кіндік, жамбас, шат байламдар арқылы өз орнына бекіп жатады. Қуық толған кезде көлемін үлкейтеді. Зәр түзілу ол екі кезеңде жүреді. Бірінші реттік зәр және екінші реттік зәр. Бірінші реттік зәр бүйрек капсуласында, екінші реттік зәр иілген өзекте болады. Сіздер көріп отырған бұл адам организмінде бөлінетін заттар. Солардың ішінде бүйрек арқылы мочевина және тұз организмнен шығарылып отырады. Біздің дәрісіміз бойынша бақылау сұрақтары: зәр шығару жүйесі дегеніміз жалпылама не? Зәр шығару жүйесі қандай органдар жатады? Бірінші, екінші реттік зәр дегеніміз не? Және зәр шығару жолдарының анатомиялық құрылысы қандай? Осы сұрақтарға жауап береміз. Қорыта келетін болсақ, адам организмдегі әрбір жүйенің өзінің ерекшелігі бар. Солардың ішінде зәр шығару жүйесінің де өзіне тән атқаратын қызметі бар. Кейбір сыртқы факторлардың нәтижесінде зәр шығару жолдарында патологиялық құбылыстар болуы мүмкін. Ол жайында келесі сабақта айтамыз.